Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер. Бүгін біз сіздермен осындай онлайн қосымшада қызықты тапсырма жасап үйренетін боламыз. Бұл тапсырманың ерекшелігі оқушылар алдағы сабақта алған білімдерін бекітіп, ойнай отырып бекітетін болады. Егер сұраққа жауап беретін болса, поезға отырып ары қарай келесі бекетке өтеді. Ал егер де сұраққа дұрыс жауап бере алмай қалатын болса, осы бекетте қалып қояды. Оқушының дұрыс жауап бергені немесе жауап бермегені жоғарғы жақтағы жасыл және қызыл түстермен ерекшеленіп белгіленетін болады. Сонымен қатар бұл қосымшада осындай екінші деңгейлі ойынды да ойнауға болады. Бұл жерде оқушылар сөз жұмбақтарды шешеді. Яғни менің нұсқамда бұл фразеологизмдердің анықтамасын анықтау болды. Енді оны сіздерде өзгеруі мүмкін. Енді бұл қосымшада жұмыс жасау үшін сіздер мені іздеу жолағына Ума игра деп жазасыздар және де өз аккаунттарыңыз бойынша кіресіздер. Және де мына жерде создать игру деген шығады. Сіздер сол батырманы басқаннан кейін сіздерде сокровище фараона деген шығады. Осыны таңдап, окей дегенді басасыздар. Және де бұл әртүрлі пәнге байланысты орындауға болады. Яғни сіз өздеріңіз пәніңізді таңдайсыздар. Және де ойыныңыздың атын қоясыздар. Мен өзімнің ойынымның атын сөз сандық 2 деп алдым. Өйткені сөздермен байланысты тапсырма орындалады. Мына жерде егерде тілді таңдаған күннің өзінде бірінші, екінші, үшінші тіл екендігін таңдауларыңыз қажет болады. Одан кейін создать игруды басамыз. Одан кейін деңгейлерге бөлінеді. Бірінші деңгей сөздердің синонимін тап деп бердім. Добавить. Мына жерде 2 түрлі нұсқалы бар. Мен бірінші нұсқасын таңдадым. Тағы да тапсырманы енгіземіз. Сөздердің синонимін тап. Одан кейін төмендегі бағандарға біз сөздерді синонимдармен сәйкестендіре отырып жазамыз. Мінекей, егер де қосымша жол қажет болатын болса, добавить батырмасын басу арқылы қосамыз. Мінекей, бізде бірінші деңгейдің тапсырмасы тұр. Қасындағы қосу белгісін басатын болсақ, осы ойынның екінші деңгейі ашылады. Мен бұл жерге авторын тап деген ойынды қостым. Яғни бұл сөз жұмбақ түрінде болады. Және де бірінші нұсқаны жасадым. Дәл сондай ретпен біз шығармалардың авторын тап деген секілді тапсырманы ұсындық. Оқушылар енді осы тапсырманы орындап, алған білімін бекітетін болады. Стартты басады. Мінекей, осылай ойын ойналады. Мына жерде синонимін тап деп тапсырма шығып тұр. Мына жерде байқасаңыздар, оң жақ бөлікте әдемі деген сөздер. Осы әдемі деген сөздің синонимін табу керек. Оқушы сөздің ішінен табады. Мына ажарлы. Содан кейін кезде взять или после деген болады. Если взять болса, ол яғни сол сөздің синонимі деген сөз. Ал егер де после дейтін болса, онда ол сөзді кейін алам деген сөз. Мысалы, келесі сөз бізде кіршіксіз. Яғни таза сөзінің синонимі бола алады. Сондықтан біз оны взятьті басамыз. Мына жерге назар аударатын болсаңыздар, бұл Масғұт шығармасының авторы Әуезов емес. Мен оны послені белгілеп қойдым. Ол сарғайып тұрады, бірақ оны алмайсыздар. Ал Құнанбаев автор болып табылады, сондықтан взять дегенді басамыз. Яғни оқушылар осылайша міне Көксерек шығармасының авторы Әуезов взятьті басамыз. Яғни егерде жұмыс барысында қандай да бір сөзді ертерек тауып алатындай жағдай болса,
оны сарғайтып қойып, после дегенді басу арқылы сарғайтып қойып, кейін артынан ол сөздің баламасын тапқан кезде сәтті басуға болады. Осылайша оқушы 2 деңгейден өтеді. Егер де видеом сіздерге ұнаса, міндетті түрде ұнату белгісін қалдырыңыздар, және де төменде комментарийді жазыңыздар. Ал келесі видеода бастапқыдағы поездар арқылы жұмысты қалай ұйымдастыруға болатынын сіздерге түсіндіретін боламын.